Ресей азаматтары үшін пәтерден қуып шықты. Ақша үшін Қазақстан Республикасының азаматтары Ресей азаматтарына күйеуге шығып жатыр. Біздің Қазақстан Республикасының балаларын армияға алып кетпей ме деген сұрақ туындайды. ДНР, ЛНР Ресей құрамына кірді. Бұған қатысты Қазақстан Республикасының позициясы қандай? Барлықтарыңыз білесіздер. Ресей азаматтары үшін Қазақстан Республикасындағы пәтердің қымбаттап кеткені туралы. Яғни жалға беруші пәтердің құнын көбейтіп, қазіргі тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматтарын далаға шығарып жатыр, болмаса құнын көбейтіп жатыр. Бұл кезде сіздер өздеріңіздің құқықтарыңызды қалай қорғайсыздар? Осыған жауап берейін заңгер ретінде. Қандай заңға жүгінеміз? Ол Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі. Осы кодекске жүгінуіміз керек. Сіз жалға алғаннан кейін араңызда шарт болу керек, міндетті түрде. Бұл 540 бап азаматтық кодекстің реттелген. Ал егер шарт болмаса ше, көбінесе солай ғой, біз пәтерді жалға аламыз, бірақ арамызда шарт болмайды. Бұнда не істейміз? Бұл да реттелген. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің 544 бабы бар. Бұл бапта не айтылады? Егер бір жылдан астам мерзімге шартқа отырсаңыз, жалға, онда жазбаша түрде шарт болу керек. Ал бір жылға дейін ауызша шарт бола береді. Яғни келістіңіздер, ауыз екі тілмен, бұл сіздің араңызда шарт бар. Каспий Голдпен төлеп жүрсіз, мысалға 150 мың теңге. Бұл Каспий Голдпен квитанциямен дәлелдеп шығарсыз. Яғни араңызда шарт болған туралы. Осыны есте сақтап алыңыздар. Енді бағасын көтеру туралы. Мына азаматтық кодекстің 546 бабы бойынша бір жылда бір-ақ рет қана бағасын көтере алады. Одан артық көтере алмайды. Яғни бір жылда 150 мың теңге болды ма, бір жыл бойы 150 мың теңге сізге жалға беріп отыру керек. Келесі жылы ғана жалға беру құнын көтере алады. Ол екі. Енді қараңыздар, егер сізді қуып жатса пәтерден, не істейсіз? Онда сіз айтуыңыз керек, айналайын, Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі бар, ашып қара, 556 бап. 556 бап бойынша сіз мені шығара аласыз 4-ақ негізбен. Біріншісі, егер мен мүлікке зиян келтірсем, қабырғасын бұзып тастадым, абойдың бір жыртып тастадым деген сияқты, мысалы, зиян келтірсе. Біріншісі ме? Екіншісі, 2 реттен астам төлем жасамасам, яғни жалға беру құнын 2 ай төлемесеңіз, онда шығаруға құқысы бар. Одан кейін мүлікті басқа мақсатта қолдансаңыз. Мысалға, сіз жалға алдыңыз, тұрам деп. Бірақ оны дискотекаға айналдырып жердіңіз, болмаса ночной клуб қылып жердіңіз, болмаса бір зат сатып жатсыз, интернет магазин қылып жердіңіз. Яғни сіздің мақсатыңыз пәтерді қолдану мүлдем басқа, бірақ келіскеніңіз басқа еді. Бұндай жағдайда да, яғни пәтерден сізді шығаруға қақысы бар. Үшінші жағдай, егер екеулеріңіз араңызда келісім болса, мына пәтерге ремонт жасаймын деген, бірақ сіз жасамай қойсаңыз. Осы жағдайларда сізді пәтерден шығу туралы талап етуге құқысы бар. Бірақ шығу туралы талап қою үшін 1 ай бұрын сізге хабарлама жіберу керек. Айналайын, пәтерді босат, 1 айдан кейін басқа біреуге тапсырам. Бірақ егер араңызда шарт жоқ болатын болса, онда 3 ай бұрын хабарландыру керек. 1 ай емес, 3 ай, егер араларыңызда шарт жоқ болса. Яғни сізге тағы да бір плюс. Енді ары қараңыз. Бұл кісі сотқа берді, арызданды делік, е? Арыздың өзі сотта 3 ай қаралады. Одан кейін апелляциялық шағым бар. Тағы 2 ай қаралады. Яғни ең жоқ дегенде 5-6 ай сіз осы пәтерде тұра аласыз. Әрине ай сайын келісілген сумаңызды төлеп отыруыңыз керек. Бастапқы келісілген соманы. Мысалы 150 мыңға келіссеңіз, 150 мың теңге ай сайын төлеп отыру керек болады. Сотта жеңіп шығасыз. Сонымен қатар,
жылыту мерзімі кезінде ешкім сізді қуып шықпайды. Міне қазан айы басталды, келесі жылы 2023-тің көктем айына, яғни наурыз айына дейін ешкім сізді үйден қуып шықпайды, жалға тұрып жатсаңыз да. Заң сондай. Сондықтан өз құқықтарыңызды біліңіздер. Азаматтық кодекске жүгініңіздер, және егер үйден шық деп жатса, осы мен айтқан кодекске жүгіне отырып, өз құқықтарыңызды айта біліңіздер. Ресей азаматтары біздің Қазақстан Республикасының азаматшаларына өтірік фиктивный күйге шық дейді. Сөйтіп, Қазақстан Республикасының азаматтығын алып алмақшы. Осындай уәжбен маған жүгінген бір клиент бар. Соған байланысты сізге түсіндіріп айтайын. Бұның последствиясы қандай болатын. Қараңыздар, егер сіз шетел азаматымен некеге тұрсаңыз, өтірік некеге тұрсаңыз, онда не болады? Мына ол кісі қарыз алуы мүмкін. Жеке тұлғадан, болмаса банктен. Қарыз алған жағдайда, қарызды алып қашып кететін болса, сол сумманың 50%-ын сіз төлеуіңіз керек. Өйткені Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы кодексінің 38-ші бабына сәйкес ортақ мүлік болып алған үйлеріңіз, пәтерлеріңіз, сонымен қарыздарыңызда кіреді. Яғни сол қарыздың 50%-ы сіздің мойныңызда қалып қалуы мүмкін. Сіз айтуыңыз мүмкін, неке шартына отырса не болады деп. Егер неке шартына отырсаңыздар, бірақ бұл өтірік азаматтық алу үшін өтірік неке болған анықталатын болса, бұл шарттың барлығы заңсыз болып есептелінеді. Неке шартыңызда заңсыз болып қалады. Мына неке және отбасы туралы кодексінің 28-ші бабын ашып оқып көріңіз. Сол кезде сіздің оның мойнындағы қарыз сізге де қарыз болып қалуы мүмкін. Сонымен қатар, сіз өтірік некеге тұрсаңыз, қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Оны мына құқық қорғау органдар шешетін болады. Сондықтан мына ақша үшін арыңызды сатпаңыз. Заң бойынша жауапкершілік бар екенін ұмытпаңыз. Бүгін 2 қазан. Жаңалықта барлығыңыз көрдіңіздер Путиннің не айтқанын. Ресей Федерациясына ДНР, ЛНР, яғни Украинаның жері қосылуына бұйрыққа қол қойды. Қазір Украинаның жері, облыстары ДНР, ЛНР Ресей құрамына кірді. Енді Украина Ресейге қарсы соғысады деген сөз. Бұл не деген сөз? Біздің Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының арасында ОДКБ-ның заңы бар. Сол заңға сәйкес Ресей көмек сұрайтын болса, Қазақстан оған көмектесуге міндетті. Өйткені қаңтар айында көрдіңіз, ОДКБ бізге келді ғой, Қазақстан Республикасына. Сол сияқты бізде баруымыз керек болып қалады. Маған сұрақтар келіп жатыр. Біздің осы Қазақстан азаматтары, біздің балаларымызды соғысқа алып кетпей ме деген. Сол сұраққа жауап берейік. ОДКБ заңына сүйенетін болсақ, онда көмектесуімізге тиіс болып қалады, өйткені ол Ресей мемлекетінің құрамына кірді, ЛНР мен ДНР. Бірақ біз сонымен қатар Біріккен ұлттар ұйымының құрамына кіреміз. Яғни Біріккен ұлттар ұйымының құрамындағы мемлекеттер мойындамаса, ДНР, ЛНРді қосылуын Ресейге, онда бізде мойындамауымыз керек. Ал егер мойындамайтын болсақ, онда Ресейге көмектесуіміз біздің міндетті емес деген сөз. Түсіндіңіздер ғой? Яғни біздің позиция
сондай болу керек. Қазіргі таңда біздің Қазақстан Республикасының позициясы осы соғысқа байланысты 3 рет өзгерді. Бастапқы кезде Ресей жағын қолдады. Одан кейін Украина жағын қолдады. Ал одан кейін барып нейтральный, екі жаққа да қолдау көрсетпей, өз ойында қалды. Нақты, дұрыс, Қазақстан Республикасы нақты ойын өзінің нүктесін қойған жоқ. Бұл жерде біз күту позициясында отырмыз. Күту позициясында. Оны әрине біздің Қазақстан Республикасының президент шешеді, парламент, үкімет шешеді. Бірақ мен заңгер ретінде өз ойымды айттым. Бұл позиция менің ойымша қазіргі таңда ақталған дұрыс позиция деп есептеймін. Себебі біз өзіміздің азаматтарымыз соғысқа жібермеуіміз керек. ДНР мен ЛНР-ді мойындамауымыз керек. Мойындамайды да деген үміттемін. Өз құқығыңызды білмесеңіз, заңгерге жүгініңіз. Сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан.